20 мың террорист келді деген бірінші кезекте 20 мың террорист келді деген Тоқаев сотталу керек. 19 қыркүйекте қанды қаңтар кезінде әуежайға шабуыл жасап басып алды деген айып тағылған 5 қаңтаршының апелляциялық соты даумен басталды. Вообще кто-нибудь в здании суда есть? Судьи, секретарь. Мы откуда знаем? Там кто-то сидит или нет? Алдын ала тараған хабарға қарағанда сот отырысы сағат 15-те сот ғимаратында тарап өкілдерінің тікелей қатысуымен өтетін болған. Алайда түскі уақыттан бастап сот ғимаратының есіктері ішінен құлыпталып, сыртын полиция қызметкерлері қоршауға алған. 2-ден 15 минут кеткенде мен осы жерге келген. Енді 2:30-ға дейін оларда түскі үзіліс. Ойлағам 2:30-да ашылама деп. Бірақ та осы 2:15-тен қалай есік жабық тұр, солай әлің үшін жабық. Сот отырысына келген адамдар көбейген кезде сот онлайн режимде өтетіні хабарланып, сотталушылардың туыстары, адвокаттары мен белсенділер наразылық білдірді. Бұл сот ашық. Бұл соттың бірінші инстанциясы ашық өткен. Неге екінші инстанциясын бұлай жасап отыр? Барлық адвокаттар бұл жерде тұр. Бірақ бұл адвокаттарды қазір өз еңбегін, өз міндетін атқаруға бұларға тоқысқау қойып отыр. Қалалық әкімдік өкілі Асылбек Сатаев қолдауға келген азаматтарға жиынның заңсыз екенін ескертіп, таралуын талап етті. Аталған жиын заңсыз болып саналады. Тез арада тарауларыңызды талап етемін. Ұйымдастырушы мен жиынға қатысушылар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапқа тартылатын болады. Ал апелляциялық сотқа шағым түсірген белсенділердің бірі Әйгерім Тілеужан соттың офлайн өтуін талап етіп, камерадан шығудан бас тартқан. Их подключили онлайн. То есть они не здесь? Я не видела. Нет. Они не здесь, получается? Онлайн. Си-18? Си-18. Сот ғимаратының алдында тұрған адвокаттардың екеуі Zoom арқылы сот процесіне қосылса, тағы 3-4 адвокат қосыла алмай сот залына кіргізуді талап етті. Олар сот ісін бұлай жүргізу заңға қайшы деп санайды. Әріптестерім сотқа қатысып отыр. Онлайн. Телефонды, ұялы телефон бойынша. Бірақ та ол судьялар қайда отыр? Іште отыр ма? Ол қалай кірген, ол есік жабық тұрса. Түскі үзілістен олар кірді ма? Жұмысына отырды ма? Есік жабық, міне. Полиция қызметкері тұр. Бізді кіргізбейді, адам кіргізбейді. Енді ол заңсыз. Неге десеңіз, заңда тікелей көрсеткен. Жаңа сот отырысын жүргізеді, жаңа организация дейді, ұйымдастыр. Сол сотқа мойнына ілінген. Мен адвокат ретінде жаңағы Zoom-мен қосылды дейді. Менде Zoom жоқ. Zoom деген бір программа бар екен, сол әр адвокатта болу керек деген ондай заңда жоқ. Сол себептен менде возможность жоқ болғандай, міне мен өзім кеп тұрмын. Міне мен арызын алып, талап арызын бәрін алып, кеп тұрмын сот алдында. Бірақ та мен кіргізбейді. Мен сот хатшысына звондадым. Бірақ та ол телефон көтерді. Қорқақтар! Естеріңізге сала кетейік, 11 шілдеде Алматы қаласының Наурызбай аудандық соты 5 қаңтаршыны әуежайға шабуыл жасап басып алды деген айыппен тәуелсіз журналист саяси белсенді Әйгерім Тілеужанды 4 жылға бас бостандығынан айырған. Ал саяси белсенді тарих мұғалімі Қалас Нұрпейісов, Нұрлан Дәлібаев, Ермұхамед Шілібаев, Жанайдар Карменовтің әр қайсысын 8 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындаған. Қолымыз кісенде, батырларымыз арқанда, осылай отырмыз. Қазақ әлі талай жеңіске жетеді. Мен сіздерге сенем. Біз жеңеміз. Халқым, сендер барда біз бармыз. Басымды имеймін, тіземді бүкпеймін. Отырып шығам, күрес әлі жалғасады. Қорқақтар!